Әлемдегі ең бос топ 10 ел. Бұл елдерде ондаған шақырым жүрсеңіз де, бір адамды кездестірмеуіңіз мүмкін. 10-шы орын Ресей. Әлемдегі ең үлкен елдің халқы негізінен батысында шоғырланған. Ал Сібір мен қиыр шығыс бос жатыр. Тіпті Чукотка деген аймақта 10 шаршы шақырымға бір адамнан да аз келеді. 9-шы орын Қазақстан. Біздің ел Ресейден де бос. Халық негізінен оңтүстікте, солтүстікте және ірі қалалардың маңында шоғырланған. Ал ұлан-ғайыр далалық аймақтар қаңырап бос жатыр. 8-ші орын Ботсвана. Африканың оңтүстігіндегі бұл елде саванналар мен Калахари шөлі бар. Әрине, онда халық аз орналасқан. 7-ші орынды Ливия мен Мавритания бөліседі. Африканың солтүстігінде орналасқан бұл екі елдің жері толық дерлік Сахара шөлімен қамтылған. Мұнда шексіз құм, күн астында 60 градус ыстық, ал ондайда ешкім өмір сүргісі келмейді. 6-шы орын Канада. Бұл ел Ресейге ұқсайды, бірақ халық тығыздығы 2 есе аз. Халықтың басым бөлігі ақш-тың шекарасына жақын тар жолақта тұрады. Ал қалғанын қаңыраған тундра мен субарктика алып жатыр. 5-ші орынды оңтүстік Американың Суринам және Гаяна елдері бөліседі. Бұл елде бәрі керісінше. Ауа райы жылы, тамаша, бірақ халық толық дерлік мұхит жағалауында өмір сүреді. Ал оңтүстікте өтпейтін джунглиден басқа ештеңе жоқ. 4-ші орын Исландия. Негізінен бұл Португалия көлеміндей үлкен арал, бірақ оның ортасында ешкім тұрмайды. Халқы тек жағалауда шоғырланған. Жалпы саны орташа қала тұрғындарындай ғана. Скандинавия елдері халықтың аздығымен ғана емес, әділеттілігімен де танымал. Ал сол елдердің ішінде әлемдегі ең әділ мемлекет бар. Ол туралы бөлек видео YouTube арнама шықты. Білгіңіз келсе, кіріп көре аласыз. Енді ең бос топ 3 елге көшейік. 3-ші орын Австралия. Бұл алып материк елдің ортасында адамзаттан бірдеңе жасырып қойғандай. Өйткені ол жақта мүлдем ешкім тұрмайды. Шын мәнінде елдің жартысына жуығы шөлді жер, ал ол жерде өмір сүргісі келетін жан жоқ. Әлемдегі екінші ең бос ел Намибия. Бұл Африканың ең бос елі, себебі мұнда 2 шөл тоғысады. Калахари және мұхитқа шығатын Намиб шөлі. Тіпті теңіз жағасында да адамға жайлы емес. Айтпақшы, менің есімім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен 1-ші орын әлемдегі ең бос ел. Мұнда 1 шаршы шақырымға орта есеппен 3 адамнан да аз келеді. Бұл Монғолия мемлекеті. Бұл елде адамдардың орын таулар мен Гоби шөлі алып жатыр.